күндеріңіз сәтті өтсін. Бойында инабат, мінезі байыпты, кіршіксіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір аманат, жайғама қайықты, әр әйел бақытты болуға лайықты. Анасыз туған көрбең қайыпты, ақыл мен мінезін өзіңе сайғытты. Әрбір мықты ердің артында тұратын, әр әйел бақытты болуға лайықты. Әрбір мықты ердің артында тұратын, әр әйел бақытты болуға лайықты. Бойында инабат, мінезі байыпты, кіршіксіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір аманат, жайғама қайықты, әр әйел бақытты болуға лайықты. Мақтадай жүрегің несіне қаймықты, саған қол көтерген соншама қаймықты. Нағыз ер азамат әйелдің тірегі, әр әйел бақытты болуға лайықты. Нағыз ер азамат әйелдің тірегі, әр әйел бақытты болуға лайықты. Бойында инабат, мінезі байыпты, кіршіксіз көңілі кірленсе айыпты. Ол да бір аманат, жайқама қайықты, әр әйел бақытты болуға лайықты. Әр әйел сүйікті болуға лайықты. Қосылды ма? Қосылып жатыр ғой енді. Иә, түсіріп жатырмын, видеоға түсіріп жатырмын. Мен сендердің торттарымен шай ішейік деп жатырық. Подружка менің. Рахмет ал бәріне. Рахмет, балдарым, рахмет бәріңе. Тыныштал, тыңдаңдар айда, не тыңдамайсыңдар? Кеше бір күні дейтін Ғабиттің туған күніне бардық қой, февральда. Сосын Ғабиттің жаңғыз қарындасы бар ғой. Сол дейтін өшім аннан дәм әкелген. Ақтөбеден. Сосын анандай ненің құртын әкелген. Ақтөбенің құрты болғанда түйенің құртын әкелген, шұғат әкелген. Түйенің құртын білмеймін, әйтеуір мына Айсұлу бәрі алды, мына ашты да біреуін теуі. Маған жетпей қалды. Сосын жарайды, жақсы, жетпесе жетпесін деп отырдым ғой, үн-түнсіз. Сосын бір мезгілде дейтін мынандай алдым мүмкін. Кім? Қасыңа беремін, айма түсірерсін. Тәпуг анандай жерде отыр ғой, бидек бар. Күлән алдыңа барды ғой, енді мұқияттап Нағимаға сарқыталшы деп қоймайды. Сосын салып алдым мінекей. Мынау сол кімнің Ғабиттің туған күнінен сарқыт Нағима. Бірден дейтін күнзек подружкам келіп, біздің үйде отырыс болды кішкене, азын шоғын көрші көлемдері. Сосын жақсы жарайды, сонымен отырғанда дейтін бір мезгілде қызы дейді мамасына. Мама шықта шық сыртқа деп. Мен бұны сәпсем кетіп баратыр екен деп, жетем ба, кетпейін ба деп отыр ғой. Мә бір мезгілде оны дейтін торт заказ берген, соны ал деп шақырып отыр екен. Сосын доставкамен торт келіп тұр, кеше класстастарға салдың ғой. Сосын соны көре сала, ой алла, Гүлмәш өтір айтпыш. Көріп, іштерің дейтін күйді ғой. Бізге қайда, сарқыт қайда, бізге сарқыт қайда деп. Сүгіретін көрген жоқпын да. Айтқаным естідім. Бір сегізін жедік,
бәріміз отырып. Телефонда Міне бір сегізін сендерге алып келдім, міне сақ. 8'in nesi сол ма? Иә, сегіз, аха. 8'in жартысы деді. Сегіздің жартысын бір жағын жедім, бір жағын алып келдім. Дұрыс қой, бір жеттің жартысын. Мен жаңғыз өзім емес, көрші апа болды қасымда. Бәріне жеттің ғой. Бәріне жеткізіп, сосын сендерге қалғанын алып келдім. Гүлмәш көріп тұрсың ба, сен осы. Ана Күлән бірдемен күнзеппен екеуі бірдемен жасап жатыр. Біздерді ауыз тиген жоқпыз деген. Оны Рысты көрген де жоқ, одан басқа Рысты одан да қужыларды айтады ona. Ал міне, дәм мінекей ауыз тиіңдер ал. Рахмет. Ойнап айтамын. Денсаулық тұратын дүние ақылап қалмасын. Фруктовый күнім. Болайық деп, осылай бір-бірімізбен сыйласып жүре берейік. Ел тыныш болсын. Келініме рахмет. Қайнамама рахмет, күнде келіп қасыңа қонып. Басыма ұрып отырсың. Әкім не істейді? Ой, қой жап, өзің істейді. Жақсыма да, жаманыма да, қуанышыма да осылай айтып жүретін. Соған мен ризамын айтамын. Айсұлдықын алып тұршы. Не дейді? Қасың енді шай ішесің ба? Енді? Кеп қалма. Шүрекпен ұстамадың бәнже. Мұраттың қыздарының әкелген торты қайда? Бүгін қандай тамаша, көңілді күн